Мына жерден кіресіздер. Дәл қазіргі баға 100 лира, билеттің құны 100 лира. Содан кірген екен осындай бір кеңістік болады. Мына жерде белгі тұр, стрелка. Болды осы. Қызылмен кіріп кете береміз ғой. Ал шығу мынау. Бен шығамыз. Келдіңіздер ма? Кеттік. Қайтадан кіріп шығайық. Ал бисмиллахиррахманиррахим. Мынау қызыл стрелкамен жүре береміз. Ой, солдат, кеттік. Сен баста. Сен баста. Мен стрелкамен жүре береміз ғой. Мен стрелка тұр. Мұнданың астында. Юсуф Батыр бастап жүр бұл. Абиын yanında. Не жазып тұр? Ерзак деполар. Ерзак деген астықтағы. Келіндер қоспа. Астық сақтайтын. Мына жер, Қус. Мына жер бөлме. Мұнда жүреміз ба? Дұрыс екен, Төмен түсіп бар жатырмыз ғой, бара-бара. Мына жер ең. Бөлме кәдімгі құмырсқаның илеуі сияқты. Жоғары жүреміз, жоғары жүре бер. Анау тұр стрелка. Бір топ қазақтар жүрміз. Жүре берем. Мына сол жағымызда да бөлме бар екен. Оң жағымызда да бір бөлме бар. Жарықтар қойып қойған. Қонақтар жүр. Қай жаққа? Осылай жүреміз ба? Дұрыс. Басты еркекеміз шамамен 1,5 метр сияқты. Абайландар бастарында. Басмай соғып жүрдім. Бұлай еңкейіп жүрмесең басың тиіп қалады. Абайлап жүру керек. Енді мына жерден оңға бұрылады екенбіз. Бұрылмас бұрын мына дәліз жалғасып кете береді. Сол жағында бір бөлме. Былай кетейік. Мына жер кәдімгі үлкен бөлме. Мынау не? Шарапхана дейді. Шарап. Вино сақтайтын жер ғой мынау, Шарапхана дейді. Ана шараптар, ана шөріп бар ғой, ана сок сияқты. Соларды осы жерде сақтайтын еді. Есіңде ма, сол? Мұнда жазылып тұр ғой. Мына жақта да бір бөлме бар, кәдімгі кеңдеу. Бұдан таресі бар ма? Келіндер. Келе жатыр, кеттік. Мына жерлер кәдімгі полка сияқты. Мына жерлерге заттарды қойып қоятындай. Мына асхана ғой, Сосын сүргі кафе дейді, анау жылжымалы есік. Бүйтіп домалатып алып келіп жерге бекітіп қоя салады. Кәдімгі өте қалың екен, шамамен 50 сантиметрдей бар. Бұл айналып келеді да, міне өз орны тұр ғой, қазылып, осы жерге кіргізіп қояды. Мұнан есік екен, домалап. Кіреміз ба? Бұл жүріп болады, анау қызыл стрелкамен жүріп отырамыз. Мына жер кәдімгі кең. Көріп тұрсыздар ғой, әр жерде бөлме, шұрық тесік. Мына ананың ар жағында тағы бір бөлме тұр. Барып көрсетейінші, ерінбей. Жерде бір бөлме. Бұның бәрі тас қараңғы болған ғой, ол заманда. Бұдан 5000 жыл ма, 10 000 жыл ма, мен тарихын дұрыстап қарамаппын. Мына жерде тесік. Мына жерде де бір бөлме тұр. Ұрмай. Менің түсінгенім, ана тесікті әдейі жасаған, ауа алмасу үшін, циркуляция. Мына тесікті де сол үшін жасаған сияқты.
не деген архитектура. Топ. Менің бойым 170 сантиметр. Бұл жерде ең биік жерін қазір көрейін. Шамамен 2 метрдей бар екен ғой. Мына жер биіктігі. Ал енді біз стрелкамен жүреміз, сондықтан төмен қарай кетеміз. Тәртіпті бұзбай ақ қояйық. Былай қарай кетіп. Бірақ маған қызық болып тұр. Не бар екен? Сәл жүрейін. Мына жақ бітеліп қалған екен да. Бұл жақты дұрыстап қазып апты. Ана жақта жарықтарды қоймапты. Мына мен сағатымның шағылысып жатыр. Қарайықшы, не бар екен? Қараңғы бәрі. Бұл жерде бітеулі тұр. Негізі үңгір болған ғой, ары қарай бітеп тастапты. Қой. Есің барда елің тап, ары қарай жүре берейін. Мен баспалдақтар жасап қойған, енді кейін жасап қойған, музей ретінде ашқаннан кейін. Кеттік, жүр. Мені іздеп келе жатсың ба? Иә. Сіз келмесеңіз, біз кеткенсен. Жүре беріңдер. Жүре беріңдер дейді, анашым, жүре беріңдер. Мына жерде. Таңғалатын нәрсе, біз шамамен жердің астына, енді жердің асты демей қойын, бір таудың ішіне төмен қарай шамамен бір 50 метр дейма төмен түсіп кеттік. Енді ары қарай тағы да түсіп бара жатырмыз ғой. Әр бөлме сайын мынандай баспалдақ бар. 1 метр, жарты метр, 1,5 метр шамасында төмен түсе береміз. Мынау бір есік болған сияқты. Есік. Жер бет жауып қоятын. Міне, стрелкамен жүре береміз ары қарай. Туннель дейді. Туннель дегені жаңағы ең ұзын дәліз. Қазақша айтайық. Мынау сыртта жаңа кірген кезде үлкен бір холл сияқты болды. Сол жерде ақыр деген жазу болды. Ақыр деген түркішеде мал қора деп айтылады. Сондай түсінік. Сол сияқты тура сол жердегі мынандай шұңқырлар тұр. Демек, менің ойымша мына жерде бір қойлар ма, бір нәрсе болған сияқты. Енді ары қарай жүру керек. Енді менің айтып атқаным нақты емес, мен жорамалым бойынша дизайнына қарай айтып жатқаным ғой. Сосын сіздер мынаны қараңыздар, қалай таңғалмайсыздар. Мына лифт. Сол замандағы лифт қой, мына көрдіңіздер ғой, баспалдағы бар. Тесік. Бұлай жоғар жағын көрсетейін. Жоғар жағы бітпейді ғой, анау жаққа негізі жарықты ары қаратып қою керек еді. Белгісіз. Ал енді мына жерде жазуды оқысаңыздар, ауа алмасу үшін жасалған екен. Әнекей. Мынаның соңы жоқ. Өте ұзақта мен көзім көріп тұр, камерадан көрінбейтін сияқты. Шамамен бір 60-70 метрден кейін бір жарқырап, бір тастар жатыр. Ары қарай жүре берейін енді. Міне, ұзын коридор. Биіктігі шамамен 150-160 аяқ бар ғой мынаның. Мен еңкейіп келе жатырмын ше. Ары қарай тағы да ұзын. Сосын бір қызығы мынандай бір тесіктер тұр. Бұлар не үшін екен білмеймін. Ары қарай. Мына жерде төмен қарай 2 метрден астам. Тағы да төмен түсеміз. Айтып отырмын ғой. Әр бөлмеге түскен сайын 1 метр, 2 метрден төмен кете береміз. Өздері жүреді ғой. Мына бөлме қызық. Мына жақтан қайтадан бастайсыздар. Так, жүреміз. Оңға қарай бұрыламыз. Бағана мал қора дедім ғой. Тура сол сияқты. Ақыр. Бірақ енді бұл басқа нәрсеге қолданған екен. Бұнау асхана сияқты ғой, шарапхана. Шарапхана деген Шымкент жақта бір ауылдың аты бар еді. Мынау не ғой? Анандай мыс ыдыстарды сөйтіп соғыстырып қойып ішке шығар еді.
Ана қарсы. Мына жерде бір тесік тауып билетті көрсетіп тұр. Мына жер асхана. Ары қарай жүрейік енді. Мына бөлмені қараңыздар. Қатты биік емес, ең биік жері 2 метр. 2 метрден биігі жоқ екен. Кеттік, бастаңдар. Басты ары қарай кетпес бұрын мына бір бөлмені көрсетейін. Асты топырақ, үсті ары кетсе 120 сантиметр мына биіктігі. Сосын бұлай қарай бөлмеген тесік. Ауа алмасу үшін тесіктерді жасай берген сияқты. Әр бөлмеде 2-2 тесіктен. Міне мына жақта да үлкен зал, ары қарай анау терезесі сияқты. Арғы бөлмеге өтіп кететіндей. Қызық. Отырма одасы дейді. Демалатын бөлмеген. Міне баспалдақпен қайтадан жоғары кетіп бара жатырмыз. Мына жер қараңғы, жарық жоқ, бірақ көрініп тұр ғой, үлкен бөлмелер, үлкен. Мына жақта да үлкен бөлмеден қандай бөлме жазылмаған атауы. Жоғары кете берейік. Тағы да сол жағымызда тағы да бөлме. Ана жерде бір тастақ қойып отыратын сияқты. Ішін көрейінші. Бисмилля, көрейін. Мына жақта жаңағы бағана айтып кеткендей, әр бөлмеде тесіктер көп, ауа алмасу үшін. Сосын мына жерде жоғары жағы да тесік екен. Ойбырмай, мынау қызық-ай. Ары қарай не бар? Полка. Қызық. Мен адасып қалмай сол жаққа бұрылу керек еді ғой, солға бұрыламын. Шетелдік қонақтар, шетелдік туристер жүр. Біз сияқты. Бұлай кетсек те болады екен. Ана екеуі бұлай кетіп қалды. Алар жарылған. Қауіпті сияқты. Егер осы дәл қазіргі тұрыста жер қимылдайтын болса, мүмкін мыналар опырылып түсіп есік жауып қалуы да мүмкін. Сондықтан осындай үңгірдің ішіне кіруге фобиясы бар адамдар кірмей қойғандарыңыз дұрыс болады. Батылдықтарыңызды сынап кірем десеңіздер, онда кіріп көріңіздер. Мына бөлменің іші қап-қара ғой. Неге? Қорқып ба? Убай, қорқпа. Мына жерде ас дайындаған сияқты, іші қап-қара. Біздің ең кішкентай арамыздағы қонақ. Мутфак деген бұл асхана. Жер кәдімгідей кең екен. Мына жігіттің бойы шамамен 170-180, бөлменің биіктігі 2 метрдей. Көрдіңіздер ғой, анау жақ қарай да кете береді, былай да кетеді, былай да жол бар. Мына жақта да бөлме тұр. Бұның да іші кең. Егер кіретін болсақ, былай қарай төмен түсуге де болады екен. Енді бір өзім түсіп көрейін. Менімен келгендер. Мына жерде не бар екен өзі? Көрейік. Бағана біз кірген жолға мен өтіп кеттім. Жоқ, адасып қалдым мен. Өз алдына басқа бөлме екен. Мына жерде бөлме өте көп көрініп ғой. Мына жер бір бөлме, ана жер бір бөлме, оның ар жағы бір бөлме. Кете береді. Мына жерде бір бөлме. Неге екенін білмеймін. Мына жерде бір жарық тұр. Сосын ана жерде де жарық тұр.
мүмкін мынаны былайынан үстін жауып тастайтын қақпа сияқты болған деп ойлаймын. Егер жау шапса немесе басқа да бір сақтық шаралар ғой. Мына жерде де сызық тұр. Бүйтіп айналдыра. Қызық. Ары қарай жүрек. Шығайын енді мен. Бұлай шыға алмаймын. Сондықтан бұлай шығып кетейін. Көріп отырғандарыңыздың ішінде кімнің жүрегі қысылып кетті? Коммент жазыңыздар. Айтпақшы, ұмытпай менің осы каналыма тіркеліп қойыңыз. Анау астында міне жерлерде шамамен шылдырмақ тұр, соны басып қойыңыздар. Сосын мүмкіндік болса бәріне таратыңыздар. Бұлай жүрсек те болады, бұлай жүрсек те болады. Кетіп жүре беріңіздер. Мен мына жақ бір тексеріп қайтайын. Басқа бөлмеге кірейін да көріп шығайын. Сіздер үшін кіріп жатырмын. Осындай қызықты видеолар көп болсын десеңіздер, қосылыңыздар каналыма, тіркеліңіздер, лайк басып, тағы да қайталап айтайыншы, лайк басып, коммент жаза беріңіздер. Сонда осы видеоның қаралуы, сіздерге ұсынуы жоғарыға шығады, көп қаралым болады. Содан мен шабыт алып, көптеген қызықты видеолар түсіре бастаймын. Мына жер опырылып, құлап бер қарай есік жабылып қалған екен. Анауын көріп тұрсыздар ғой, мынау да үңгір ары қарай кете берген сияқты. Ал енді мен былай қарай шығамын. Жаңа мутфак деген асхана ғой. Мына жерде де үлкен тесік болған, бірақ енді қауіпсіздік есебінде мынау бір сынбайтын шыныдан пол жасап бекітіп қойыпты. Былай қарайды. Мен еңкейіп жүре беріп шаршап қалдым, ентігіп қалдым. Деп алайыншы бір. Ары қарай жүре береміз. Опа! Мына қараңыз. Мына жақтан келдім. Былай шығуға болады. Мына жерде де бірнеше коридорлар бар. Сосын мына жерде бір нәрсе сақтауға болады. Тесік тұр. Ауа алмасуға тесік жасап қойған. Мына жерін ауа алмасады. Оның ар жағында байқап тұрсыздар ғой, құдды бір шылаушанның немесе бір жер астында өмір сүретін жәндіктердің ұясы сияқты. Ал, жүрейік ары қарай. Қай жақта? Былай қоя? Анда не бар? Мен көрермендерім көргісі келіп тұр, сондықтан мен барайын. Келіп те көреді осыны көріп болғаннан кейін. Айтпақшы, қай жерде деп отқандарыңыз болса, астында описанияға жазып қоям, сол жерден оқып алыңыздар, қай жерде екен. Былайша Каппадокия деген жер бар, Түркиядағы. Сол Каппадокияға 40 километр жақын жерде. Мен былай жоғары қарай шығып кеттім. Бұл жерде қазір мен сіздерге көрсетем. Мен мына жерден шықтым, келдім, келсем, жер жабық тұр. Үлкен таспен опырылып түскен ба, маған сәл түсініксіздеу болып тұр. Бірақ ары қарай да жол бар екен. Сәл жүріп көрейін. Ары қарай жүрсең де кете береді, бірақ адам жоқ қой мына жерде. Қорқынышты екен. Мына жерге деген музыка керек қой. Қой, шығайын. Қазір бағана ең басындағы есіктен кірдім ғой. Сол жерге дейін көрсетейін, сәл шыдаңыздар. Сәл шыдаңыздар. Мен мына жерден түсіп алайын. Опа. Былай жүреміз. Былай. Мінекей, адасып қалсаңыздар, көк стрелканы тауып аласыздар да осылай жүріп кете бересіздер. Көк стрелка деген бұл сыртқа шығу. Сосын мына жерде тағы бір үлкен тас жатыр. Ұзақтан көрсетейін сіздерге. Ой! Бұл жақта жүрген біздің қыздар. Қорқып атсың ба?
Енді мынаны түсіндіріп өтейін. Мынау тас, бұл қақпа. Бағана айтып кеттім ғой, жау шапқыншылығы кезінде немесе бір жыртқыш аңдардан, енді сондай бір қорғаныс есебінде осыны мына жерге домалатып әкеп жауып қоятын болған. Бұның орны мынау тұр. Мынау ішіне бүйтіп кіріп кеткенді осы жерге әкеп домалатып қояды. Ал енді мына жерде не болғаны ол түсініксіз. Бірақ мынаның орны мына жерде. Сүргі капы деп жазылып тұрған жерде. Сүргі деген сүріліп апаратын есік деген сөз ғой, енді түркішеде. Ұқсас қой. Ары қарай кетейін. Қабырғаның қалыңдықтарын көрсейші сіздерге. Мысалы, мына жерден түстің, енді мына қалыңдығын қараңыздар. Шамамен ең жіңішке жері бір 20 сантиметрдей бар. Мына ортадағы ұстын колонна. Мына қабырғаның қалыңдығы қалың екен, 50 сантиметрге дейін бар. Ал енді мына бір бөлмені түсіндіріп айтып кетейін. Шамамен бұл кәдімгі адам жататын бөлме деп ойлаймын. Мына жерде ауа алмасу үшін тесік жасаған. Сосын анау жерде бір қол қойып тұратын, немесе бір зат қоятын, от жағатын бір шұңқыр жасап қойған. Мінекей ішіне беймарал 2 адам, 3 адам сиіп кете алады. Видеода дұрыс көрінбейді. Қараңғы ғой себебі. Сондықтан өз көздеріңізбен көріңіздер, келіңіздер. Шығу қайда? Мына жақта не екен, не істеп жатсыңдар? Түсініксіз бөлме ма? Ұйықтайтын бөлме болуы да мүмкін. Мына іші жарық екен, көріңіздер. Мына ішіне кәдімгі ұзыннан бір адам сияды, 180 сантиметрдей бар. Мынау енді детский бөлме сияқты кішкентай. Мынаған да былайынан ұзыннан жатса, 180 сантиметрдей бар. Сонда бір отбасының үйі деп ойлаймын мынаны. Сондайға ұқсайды. Мына жерде шұңқырлар тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 шұңқыр. Түсініксіз не екені. Сосын мынандай бір қызық нәрсе тұр. Бұлайынан сызық. Кәдімгі бөлмені екіге бөлген сияқты. Осылай сызық тұр. Осындай бір қызықты нәрселер көп. Мына дәлізбен жоғары шығамыз. Салқын ауа сезіліп жатыр. Демек бұл жақта шығу жақындап қалдық. Біз бұл жақтан келдік уже шығамыз. Мына мен. Жаңа church. Шығу бұлай емес пе еді? Қай жақпен? Бұлай екен ғой. Сәл қалды адасып кетуге. Жалпы осылай ары қарай да негізі кете береді, бірақ ол жақтарды ашпаған туристер үшін осы жердің өзі жетіп жатыр. Тағы да қайталап айтайын, егер жүректеріңіз қысылатын болса, өкпелеріңіз қысылатын болса, фобия бар болса, бұл жерге кірудің қажеті жоқ. Қиын жағдайларыңыз қиындық болады. Мына жерден енді баспалдақтарды кейін жасап қойған ғой туристер үшін. Осылай шығамыз. Дәл осында жер асты қаласын білетін болсаңыздар, анау Италияның астында Мальта деген кішкентай ғана аралда Мальта деген ел бар, республика бар. Сол жерде де тура осыған ұқсаған қала бар. 2015 жылы мен барып ішіне кіріп көргем. Дәл осындай ұқсас. Соны қазір ойлап тұрмын да. Бір заманда өмір сүрген адамдар осындай жер асты қаласында өмір сүрген сияқты. Жер себебі бәрі бір-біріне ұқсас. Міне шығу, біздің қыздар аман есен шықтық.
Ал жақсы. Келесі қызықты видеода көріскенше аман сау болыңыздар.